Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы. Бірінші тарау жалпы ережелер. Бірінші бап. Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар. Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады. Әкім жергілікті атқарушы органды басқаратын және тиісті аумақта мемлекеттік саясаттың жүргізілуін, орталық мемлекеттік органдардың барлық аумақтық бөлімшелерінің үйлесімді қызмет істеуін, тиісті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарға басшылықты қамтамасыз ететін, жергілікті мемлекеттік басқару өкілеттігі және өзін-өзі басқару функциялары берілген, тиісті аумақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының жай-күйіне жауапты президенті мен үкіметінің өкілі. Әкім аппараты жергілікті атқарушы органның әкімнің қызметін қамтамасыз ететін және өзге де функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік мекеме. Әкімшілік аумақтық бөліністі басқару схемасы тиісті аумақта орналасқан, тиісті әкімшілік аумақтық бөліністің бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы органдар жүйесі. Әлеуметтік инфрақұрылым елді мекеннің қалыпты тыныс-тіршілігін функционалды қамтамасыз ететін заңды тұлғалардың жиынтығы. Оларға әлеуметтік мәдени мақсаттағы объектілер, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, денсаулық сақтау, білім беру, мектепке дейінгі тәрбиелеу жүйелерінің ұйымдары, демалуға және бос уақытты өткізуге байланысты ұйымдар, бөлшек сауда, қоғамдық тамақтану, қызметтер көрсету саласы, спорттық сауықтыру мекемелері, халыққа коммуналдық қызметтерді өндіретін және ұсынатын ұйымдар жатады. Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың профилактикасы. Мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың туындауына ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау, зерделеу, жою бойынша құзыреті шегінде жүзеге асыратын құқықтық, экономикалық, әлеуметтік, ұйымдастырушылық, тәрбиелік, насихаттық және өзге де шаралар кешені. Жергілікті атқарушы орган әкімдік, облыстың республикалық маңызы бар қаланың және астананың, ауданның әкімі басқаратын өз құзыреті шегінде тиісті аумақта жергілікті мемлекеттік басқаруды және өзін-өзі басқаруды жүзеге асыратын алқалы атқарушы орган. Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган жергілікті мемлекеттік басқарудың және өзін-өзі басқарудың жекелеген функцияларын жүзеге асыруға әкімдік уәкілеттік берген, тиісті жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекеме. Жергілікті қоғамдастық шекараларында жергілікті өзін-өзі басқару жүзеге асырылатын, оның органдары құрылатын және жұмыс істейтін тиісті әкімшілік аумақтық бөлініс аумағында тұратын тұрғындардың жергілікті қоғамдастық мүшелерінің жиынтығы. Жергілікті қоғамдастық жиналысы жергілікті қоғамдастық жиыны жіберген жергілікті қоғамдастық өкілдерінің жергілікті маңызы бар ағымдағы мәселелерді шешуге қатысуы. Жергілікті қоғамдастық жиыны тұрғындардың жергілікті қоғамдастық мүшелерінің жергілікті мәні бар аса маңызды мәселелерді шешуге тікелей қатысуы. Жергілікті маңызы бар мәселелер реттелуі тиісті әкімшілік аумақтық бөлініс тұрғындарының басым бөлігінің құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге байланысты облыс, аудан, қала, қаладағы аудан, ауылдық округтың құрамына кірмейтін кент пен ауыл қызметінің мәселелері. Жергілікті мемлекеттік басқару құзыреті шегінде тиісті аумақта мемлекеттік саясатты жүргізу, оны дамыту мақсатында жергілікті өкілді және атқарушы органдар жүзеге асыратын, сондай-ақ олардың тиісті аумақтағы істің жай-күйіне жауапты болып табылатын қызметі. Жергілікті өзін-өзі басқару халық тікелей жүзеге асыратын, сондай-ақ мәслихаттар және басқа да жергілікті өзін-өзі басқару органдары арқылы жүзеге асырылатын, жергілікті маңызы бар мәселелерді өзінің жауапкершілігімен дербес шешуге бағытталған қызмет. Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту саласында басшылықты, сондай-ақ салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган. Жергілікті өзін-өзі басқарудың аумақтық кеңесі қалалық мәслихат депутаттарын сайлау бойынша бірнеше сайлау округінің шегінде құрылатын республикалық маңызы бар қаланың, астананың, облыстық маңызы бар қаланың әкімдігі жанындағы қала әкімінің халықпен өзара іс-қимыл жасау мәселелері жөніндегі консультациялық кеңесші орган. Жергілікті өзін-өзі басқару органдары
жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу жөніндегі функциялар жүктелген органдар. Жергілікті өкілді орган, мәслихат, облыстың республикалық маңызы бар қаланың және астананың немесе ауданның облыстық маңызы бар қаланың халқы сайлайтын, халықтың еркін білдіретін және оны іске асыру үшін қажетті шараларды айқындайтын және олардың жүзеге асырылуын бақылайтын сайланбалы орган. Мәслихат аппараты тиісті мәслихаттың оның органдары мен депутаттарының қызметін қамтамасыз ететін мемлекеттік мекеме. Мәслихат сессиясы мәслихат қызметінің негізгі нысаны. Орталық мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесі тиісті әкімшілік аумақтық бөлініс шегінде орталық атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын орталық атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі. 2-1 бап. Жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру негіздері. Жергілікті өзін-өзі басқару облыс, аудан, қала, қаладағы аудан, ауылдық округ, ауылдық округтың құрамына кірмейтін кент пен ауыл шегінде жеке жүзеге асырылады. Жергілікті өзін-өзі басқаруды жергілікті қоғамдастық мүшелері тікелей, сондай-ақ мәслихаттар мен басқа да жергілікті өзін-өзі басқару органдары арқылы жүзеге асырады. Облыстың, ауданның, қаланың, қаладағы ауданның, ауылдық округтың құрамына кірмейтін кент пен ауылдың әкімі мемлекеттік басқару функцияларымен қатар жергілікті өзін-өзі басқару органдарының функцияларында жүзеге асырады. Жергілікті қоғамдастық жиыны және жергілікті қоғамдастық жиналысы жергілікті қоғамдастық қызметінің нысаны болып табылады. 3 бап. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару қызметінің экономикалық және қаржылық негізі. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару қызметінің экономикалық және қаржылық негізін жергілікті бюджет, коммуналдық заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мүлік, коммуналдық меншіктегі өзге де мүлік құрайды. 4 бап. Мәслихаттар, әкімдер мен әкімдіктер үшін белгіленетін негізгі талаптар мен шектеулер. Мәслихаттар мен әкімдіктер өз қызметінде ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттарына сәйкес келмейтін шешімдердің қабылдануына жол бермеуге, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде республикасының мүдделерін сақтауға, қызметтің қоғамдық маңызы бар салаларында белгіленген жалпы мемлекеттік стандарттарды ұстануға, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Мәслихаттар мен әкімдіктерге республикасының шегінде бірыңғай еңбек рыногын, капиталды, қаржыны қалыптастыруға, тауарлар мен қызмет көрсетуді еркін алмасуға, кедергі келтіретін шешімдер қабылдауға тыйым салынады. Мәслихаттар мен әкімдіктер қабылдайтын аумақты дамыту жоспарлары республикасының стратегиялық даму жоспарларына сәйкес келуге тиіс. Әкімдер мен олардың орынбасарлары саяси партиялардың филиалдарында және өкілдіктерінде лауазымдарды атқаруға құқылы емес. Тағайындау немесе сайлау кезінде әкімдер мен олардың орынбасарлары саяси партиялардың филиалдарында және өкілдіктерінде лауазымдарды атқарған жағдайда олар тағайындалған немесе сайланған күннен бастап 10 күн ішінде көрсетілген лауазымдарды босатуға тиіс. 5 бап. Мәслихаттарды құру тәртібі. Мәслихаттарды тиісті әкімшілік аумақтық бөліністің халқы жалпыға бірдей тең төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы 5 жыл мерзімге сайлайды. Қазақстан Республикасының 20 жасқа толған азаматы мәслихат депутаты болып сайлана алады. Азаматы бір мәслихаттың ғана депутаты бола алады. Тиісті мәслихат депутаттарының санын орталық сайлау комиссиясы мынадай шектерде: облыстық мәслихатты республикалық маңызы бар қалалардың және астананың мәслихаттарында 50-ге дейін, қалалық мәслихатты 30-ға дейін, аудандық мәслихатты 25-ге дейін белгілейді. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы белгілеген оның депутаттары жалпы санының кемінде 4-тен 3-і сайланған жағдайда мәслихат заңды болып есептеледі. Мәслихаттар депутаттарын сайлау туралы заңдарымен регламенттеледі. Мәслихаттың өкілеттігі бірінші сессия ашылған кезден басталады және жаңадан сайланған мәслихаттың бірінші сессиясының жұмысы басталғанда аяқталады. Әкімшілік аумақтық бірліктің шекаралары өзгерген, қосылған, біріккен және қайта құрылған жағдайларда мәслихат депутаттары жаңадан сайланған мәслихат сессиясының жұмысы басталғанға дейін өз өкілеттіктерін сақтайды және қайта ұйымдастырылған мәслихаттардың депутаттары
болып табылады. Әкімшілік аумақтық бірлік таратылған жағдайда тиісті мәслихат таратылады. Мәслихаттың заңды тұлға құқығы болмайды. 6 бап. Мәслихаттардың құзыреті. Мәслихаттардың құзыретіне тиісті аумақты дамыту жоспарларын, экономикалық және әлеуметтік бағдарламаларын, жергілікті бюджетті және олардың атқарылуы туралы есептерді бекіту, әкімшілік аумақтық бірлікті басқару схемасын әкімнің ұсынуы бойынша бекіту, өздерінің қарауына жатқызылған әкімшілік аумақтық құрылыс мәселелерін шешу, жылу маусымына дайындық және оны өткізу қағидаларын бекіту, қалалар мен елді мекендер аумақтарын абаттандыру қағидаларын бекіту, жасыл екпелерді күтіп баптау және қорғау қағидаларын бекіту, әкімнің ұсынысы бойынша мәслихат сессиясының шешімімен тиісті әкімдіктің дербес құрамын келісу, атқарушы органдар басшыларының есептерін қарау және тиісті органдарға мәслихат шешімдерін орындамағаны үшін меморгандардың лауазымды адамдарын сондай-ақ ұйымдарды жауапқа тарту туралы ұсыныстар енгізу, аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерін жасырын немесе ашық дауыс беруді өткізу жолымен сайлау, жергілікті бюджеттің аумақты дамыту бағдарламаларының атқарылуына бақылау жасау, облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың Астананың тексеру комиссияларының бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есебін қарау, мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарын құру, әкімнің ұсынысы бойынша облыстың, қаланың, ауданның құрметті азаматы атағын беру, облыстың республикалық маңызы бар қаланың, Астананың әкімдігі әзірлеген және ұсынған облыстың, қаланың, ауданның құрметті азаматы атағын беру қағидаларын бекіту, жер қатынастарын реттеуді жүзеге асыру, облыстар республикалық маңызы бар қалалар және Астана мәслихаттарының құзыретіне, сонымен бірге облыстың аудандық жоспарлану схемасын, облыс орталығын, республикалық маңызы бар қаланы және Астананы салудың бас жоспары жобасын бекіту туралы үкіметіне ұсыныс енгізу және медицина қызметкерлерін қоса алғанда ауылдық елді мекендерде жұмыс істейтін және тұратын жекелеген азаматтар санаттарын әлеуметтік қолдау шараларының жүйесін айқындау жатады. Облыс республикалық маңызы бар қала Астана мәслихатының құзыретіне тексеру комиссиясының төрағасы мен мүшелерін 5 жылға лауазымға тағайындау, сондай-ақ оларды лауазымнан босату жатады. Облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың Астананың мәслихаттарының құзыретіне жануарларды асырау қағидаларын, елді мекендерде ауыл шаруашылығы жануарларын асырау қағидаларын, сондай-ақ бұзылғаны үшін әкімшілік жауаптылық белгіленген өзге де қағидаларды бекіту жатады. Аудан облыстық маңызы бар қала, республикалық маңызы бар қала Астана мәслихаттарының құзыретіне әлеуметтік көмек көрсету, оның мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту жатады. Облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың Астананың мәслихаттарының құзыретіне жануарлар асыраудың санитариялық аймақтарының шекараларын белгілеу жатады. Аудан облыстық маңызы бар қала мәслихатының құзыретіне аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджетін және олардың атқарылуы туралы есепті бекіту жатады. Ауданның облыстық маңызы бар қаланың мәслихаты мемлекеттік саяси қызметші болып табылатын сайланған әкімнің отставкасын қабылдау немесе отставкасын қабылдаудан уәжді бас тарту туралы шешім қабылдайды. Отставканы қабылдау немесе отставканы қабылдаудан бас тарту туралы шешім мемлекеттік саяси қызметші болып табылатын сайланған әкімнің жеке жазбаша өтініші берілген күннен бастап 1 ай мерзімде қабылданады. Аудандық мәслихаттардың құзыретіне сонымен бірге тиісті ауданның аумағында орналасқан қалалар, кенттер мен ауылдар салудың бас жоспарларын бекіту, аудандық маңызы бар қала, ауылдық округтың құрамына кірмейтін кент пен ауыл әкімінің атқарылған жұмысы туралы есебін қарау және аудан әкіміне тиісті әкімшілік аумақтық бөлініс әкімін тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы ұсыныс енгізу жатады. Облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың және Астанасының мәслихаттары тиісті әкімдіктердің ұсыныстары бойынша қарыз алу туралы шешімдер қабылдауға құқылы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін эмиссия үшін төлемдер мөлшерлемелерін бекітеді. Тиісті әкімшілік аумақтық бірлікте ядролық қондырғылар немесе объектілерді салуға
келісім беру туралы мәселені қарайды. Облыстың республикалық маңызы бар қаланың және Астананың барлық мәслихаттары атынан өкілдік ететін депутаттар болып табылатын таңдаушылардың бірлескен отырысында сайланған парламент сенаты депутаттарының өкілеттігі таңдаушылардың шешімі бойынша мерзімнен бұрын тоқтатылуы мүмкін. 7 бап. Мәслихаттың актілері. Мәслихаттың өз құзыретіндегі мәселелер бойынша шығаратын шешімдері мәслихаттың актілері болып табылады. Мәслихаттардың жергілікті бюджет кірістерін қысқартуды немесе жергілікті бюджет шығыстарын ұлғайтуды көздейтін шешімдерінің жобалары әкімнің оң қорытындысы болған жағдайда ғана қарауға енгізілуі мүмкін. Мәслихаттың өз құзыреті шегінде және азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты қабылдаған шешімдері ресми жариялануға тиіс және ол тиісті аумақта орындалуға міндетті. Мәслихаттың азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты шешімдерді қабылдауы құқықтық актілер туралы заңында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып жүзеге асырылады. Мәслихаттардың конституциясы мен заңдарына сәйкес келмейтін шешімдерін мәслихаттың өзінің жойуы не сот тәртібімен жойылады. 8 бап. Мәслихат жұмысын ұйымдастыру. Мәслихат өз өкілеттігін сессияларды тұрақты комиссиялар мен өзге де органдары мәслихаттың депутаттары мен төрағасы арқылы жүзеге асырады. Мәслихаттар жылына кемінде бір рет халық алдында мәслихаттың атқарған жұмысы, оның тұрақты комиссияларының қызметі туралы есеп береді. Мәслихат депутаттары халық алдында жауапты болады. Мәслихат қызметінің негізгі нысаны сессия болып табылады. Онда мәслихаттың қарауына заңдармен жатқызылған мәселелер шешіледі. Егер мәслихат депутаттары жалпы санының кемінде 3/2 сессияға қатысса, мәслихат сессиясы заңды болады. Мәслихат төрағасын сайлайды және қызметінен босатады. Оның есептерін тыңдайды. Мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарын құрады. Олардың төрағаларын сайлайды және қызметінен босатады. Олардың жұмысы туралы есепті тыңдайды. Мәслихаттың қызметін қамтамасыз етуге арналған шығыстарды айқындайды. Мәслихат аппаратының құрылымын бекітеді және оны ұстауға әрі материалдық, техникалық жағынан қамтамасыз етуге арналған шығыстарды айқындайды. Мәслихат аппараты мемлекеттік қызметшілерінің штат саны, лимиті тиісті мәслихат депутаттарының саны негізге алынып 5 депутатқа 1 қызметкер қатынасында, бірақ 5 адамнан кем емес болып белгіленеді. Мәслихаттың регламентін бекітеді. Депутаттардың сауалдарын қарайды және олар бойынша шешімдер қабылдайды. 9 бап. Мәслихат регламенті. Мәслихат сессияларын оның органдарының отырыстарын өткізу, оларға мәселелер енгізу және қарау, мәслихат органдарын құру және сайлау, олардың қызметі туралы есептерді тыңдау, сондай-ақ дауыс беру тәртібі, аппарат жұмысын ұйымдастыру және басқа да рәсімдік пен ұйымдастырушылық мәселелер мәслихаттың сессиясында бекітілетін оның регламентінде айқындалады. Мәслихаттардың үлгі регламентін президенті бекітеді. 10 бап. Мәслихат сессиясын шақыру тәртібі. Жаңадан сайланған мәслихаттың бірінші сессиясын осы мәслихат үшін белгіленген депутаттар санының кемінде 4/3 болған ретте, мәслихат депутаттары тіркелген күннен бастап 30 күн мерзімнен кешіктірмей тиісті аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы шақырады. Мәслихаттың кезекті сессиясы жылына 4 реттен сиретпей шақырылады және оны мәслихат төрағасы жүргізеді. Мәслихаттың кезектен тыс сессиясын осы мәслихатқа сайланған депутаттар санының кемінде 3/1-інің, сондай-ақ әкімнің ұсынысы бойынша мәслихат төрағасы шақырады және жүргізеді. Кезектен тыс сессияны өткізу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірілмей шақырылады. Кезектен тыс сессияда оны шақыруға негіз болған мәселелер ғана қаралуы мүмкін. Мәслихат төрағасы мәслихат сессиясын шақыру уақыты мен өткізілетін орны туралы, сондай-ақ сессияның қарауына енгізілетін мәселелер туралы депутаттарға, халыққа және әкімге сессияға кемінде 10 күн қалғанда, ал кезектен тыс сессия шақырылған жағдайда кемінде 3 күн бұрын хабарлайды. 11 бап. Мәслихат сессиясын өткізу тәртібі. Мәслихат сессиясы жалпы отырыс нысанында өткізіледі. Мәслихаттың бірінші сессиясын тиісті аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы ашады
және мәслихат төрағасы сайланғанға дейін жүргізеді. Одан ары мәслихат сессиясын мәслихат төрағасы жүргізеді. Егер мәслихат депутаттары жалпы санының кемінде 3/2-сі мәслихат сессиясына қатысса, ол заңды болады. Шешімдер мәслихат депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады. Сессия жұмысында мәслихат шешімі бойынша мәслихат белгілеген 15 күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге үзіліс жасалуы мүмкін. Сессияның ұзақтығын мәслихат белгілейді. Мәслихат сессиялары әдетте ашық сипатта болады. Жабық сессиялар өткізуге егер қатысып отырған депутаттардың жалпы санының көпшілігі осы үшін дауыс берсе, мәслихат төрағасының немесе мәслихат сессиясына қатысып отырған депутаттар санының 1/3-інің ұсынысы бойынша қабылданатын мәслихат шешімімен жол беріледі. Мәслихат төрағасының шақыруы бойынша жергілікті атқарушы органдардың басшылары, тиісті әкімшілік аумақтық бірлік аумағында орналасқан ұйымдардың басшылары мен өзге де лауазымды адамдары мәслихаттың қарауына жататын мәселелер бойынша ақпарат беру үшін мәслихат сессиясына келуге міндетті. 12 бап. Мәслихаттың тұрақты комиссияларын ұйымдастыру және олардың қызметі. Мәслихат өз өкілеттігі мерзіміне тұрақты комиссиялар құрады. Олардың саны 7-ден аспауға тиіс. Қажет болған жағдайда мәслихат тұрақты комиссияларды жаңадан құрып, таратып және қайта ұйымдастыра алады. Тұрақты комиссиялардың тізбесі мен сан құрамын мәслихат белгілейді. Тұрақты комиссиялардың төрағалары мен мүшелерін өз депутаттары арасынан тиісті мәслихат сайлайды. 13 бап. Мәслихаттың тұрақты комиссияларындағы көпшіліктік тыңдаулар. Тұрақты комиссиялар өз бастамасы бойынша немесе мәслихат шешімі бойынша көпшіліктік тыңдаулар өткізе алады. Көпшіліктік тыңдаулар депутаттардың атқарушы органдар, өзін-өзі басқару органдары, ұйымдар, бақ өкілдерінің, азаматтардың қатысуымен осы комиссиялардың кеңейтілген отырыстары түрінде тұрақты комиссияның қарауына жататын мейлінше маңызды және қоғамдық мәні бар мәселелерді талқылау мақсатында өткізіледі. 14 бап. Мәслихат тұрақты комиссияларының қызметі мен өкілеттігі. Тұрақтық комиссиялар. Аталған мәслихат сессиясының күн тәртібі бойынша, сондай-ақ мәслихат сессиясына қаралатын кез келген мәселе бойынша мәслихатқа мәслихат төрағасына ұсыныс енгізуге, қорытындылар беруге, мәслихат сессияларында баяндамалар мен қосымша баяндамалар ұсынуға, комиссияның жұмысына мәслихаттың басқа да депутаттарын, сондай-ақ меморгандар, ұйымдар және азаматтарды тартуға құқылы. Мәслихаттың тұрақты комиссиялары өз құзыретіндегі мәселелер бойынша қаулылар қабылдайды. 15 бап. Мәслихаттың тұрақты комиссиялары жұмысының және қаулылар қабылдауының тәртібі. Тұрақты комиссиялардың отырысы қажеттілігіне қарай шақырылады және мүшелерінің жалпы санының жартысынан астамы болған кезде заңды болып есептеледі. Тұрақты комиссиялардың қаулысы комиссия мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады. Тұрақты комиссияның қаулысы мен отырыстың хаттамасына оның төрағасы қол қояды. 17 бап. Мәслихаттың уақытша комиссиялары. Мәслихаттың құзырына жатқызылған мәселелерді сессияларды қарауға әзірлеу мақсатында мәслихат не мәслихат төрағасы уақытша комиссиялар құруға құқылы. Мәслихаттың уақытша комиссиялары өз құзыретіндегі мәселелер бойынша қорытындылар қабылдайды. Жұмысына қатысқаны үшін ақы төленбейді. 19 бап. Мәслихаттың төрағасы. Мәслихаттың төрағасы тұрақты негізде жұмыс істейтін лауазымды адам болып табылады. Оны мәслихат сессиясында депутаттардың арасынан ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы депутаттар жалпы санының көпшілік даусымен мәслихат сайлайды және қызметтен босатады. Мәслихаттың төрағасы мәслихат өкілеттігі мерзіміне сайланады. Мәслихат төрағасы лауазымына кандидатураларды мәслихат депутаттары мәслихат сессиясында ұсынады. Мәслихат төрағасы мәслихат сессиясын және оның қарауына енгізілетін мәселелерді дайындауды ұйымдастырады. Сессияның күн тәртібін қалыптастырады, хаттаманың жасалуын қамтамасыз етеді. Мәслихат сессиясына қабылданған немесе бекітілген шешімдерге өзге де құжаттарға қол қояды. Мәслихат сессиясын шақыру туралы шешім қабылдайды. Мәслихат сессиясының отырысын жүргізеді. Мәслихат регламентінің сақталуын қамтамасыз етеді. Мәслихат депутаттарының өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына жәрдемдеседі. Оларды қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді.
Депутаттар сауалдардың және депутаттық өтініштердің қаралуын бақылайды. Мәслихат аппаратының қызметіне басшылық жасайды. Оның қызметшілерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады. Сайлаушылар өтініштері туралы және олар бойынша қабылданған шаралар туралы мәслихатқа ұдайы ақпарат беріп отырады. Мәслихаттың өзге де жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен өзара іс-қимылын ұйымдастырады. Өз құзыретіндегі мәселелер бойынша өкімдер шығарады. Мемлекеттік органдармен, ұйымдармен, жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен және қоғамдық бірлестіктермен қарым-қатынастарда мәслихат атынан өкіл болады. Мәслихат шешімдерінің жариялануын қамтамасыз етеді. Олардың орындалуына бақылау жасау жөніндегі іс-шараларды белгілейді. Облыс республикалық маңызы бар қала Астана мәслихатының төрағасы тиісті мәслихаттың қарауына тексеру комиссиясының төрағасы қызметіне тағайындауға кандидатураларды, сондай-ақ оны қызметтен босату туралы ұсыныс енгізеді. Мәслихат төрағасының мәслихаттың тұрақты комиссияларында болуға құқығы жоқ. Облыс республикалық маңызы бар қала және Астана мәслихатының төрағасы болмаған кезде оның өкілеттіктерін мәслихаттың тұрақты комиссияларының бірінің төрағасы уақытша жүзеге асырады. Егер мәслихат сессиясында дауыс беру кезінде мәслихат депутаттарының дауысы тең бөлінген жағдайда мәслихат төрағасы шешуші дауыс құқығын пайдаланады. 19-да 1-ші бап. Мәслихаттың тұрақты комиссиясының төрағасы. Мәслихаттың тұрақты комиссиясының төрағасын мәслихат сессиясында депутаттар арасынан ашық дауыс беру арқылы депутаттардың жалпы санының көпшілік дауысымен мәслихат сайлайды және лауазымынан босатады. Егер мәслихаттың тұрақты комиссиясының отырысында дауыс беру кезінде депутаттардың дауысы тең бөлінген жағдайда, мәслихаттың тұрақты комиссиясының төрағасы шешуші дауыс құқығын пайдаланады. Мәслихаттың тұрақты комиссиясының төрағасы лауазымына кандидатураларды мәслихат депутаттары мәслихат сессиясында ұсынады. Мәслихаттың тұрақты комиссиясының төрағасы тұрақты комиссияның отырысын және оның қарауына енгізілетін мәселелерді дайындауды ұйымдастырады. Хаттаманың жасалуын қамтамасыз етеді және тұрақты комиссия отырысында қабылданған қаулыларға, өзге де құжаттарға қол қояды. Мәслихат депутаттарына өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына жәрдемдеседі. Оларды тұрақты комиссия қызметінің мәселелері жөніндегі қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді. Тұрақты комиссия депутаттарының сауалдары мен тұрақты комиссияның атына келіп түскен депутаттық жолданымдардың қаралуын бақылайды. Мәслихаттың тұрақты комиссиясының қаулыларын мәслихаттың интернет ресурсында жариялауды қамтамасыз етеді. Олардың орындалуын бақылау жөніндегі шараларды айқындайды. Мәслихаттың тұрақты комиссияларының бірінің төрағасы болмаған кезде, мәслихат төрағасының шешімі бойынша оның өкілеттігін мәслихаттың басқа тұрақты комиссиясының төрағасы немесе мәслихаттың осы тұрақты комиссиясының мүшесі болып табылатын депутат уақытша жүзеге асырады. Облыс республикалық маңызы бар қала Астана мәслихатының тұрақты комиссиясының төрағасы тұрақты негізінде жұмыс істейтін лауазымды адам болуы мүмкін. Тұрақты комиссияларының тұрақты негізде жұмыс істейтін төрағаларының санын облыстың республикалық маңызы бар қаланың Астананың мәслихаты айқындайды және ол 2-ден аспауға тиіс. Облыс республикалық маңызы бар қала Астана мәслихатының тұрақты комиссиясының тұрақты негізде жұмыс істейтін төрағасы мәслихаттың өкілеттігі мерзіміне сайланады және қатарынан 2 реттен артық сайлана алмайды. Бір саяси партияның мүшелері болып табылатын депутаттар облыс республикалық маңызы бар қала және Астана мәслихатының тұрақты комиссияларының тұрақты негізде жұмыс істейтін төрағалары бола алмайды. 20-шы бап. Мәслихат депутаты. Мәслихат депутаты жалпы мемлекеттік мүдделерді ескере отырып, тиісті әкімшілік аумақтық бөліністегі халықтың еркін білдіреді. Мәслихат депутатының өкілеттігі тиісті аумақтық сайлау комиссиясы оны депутат ретінде тіркеген кезден басталып, мәслихат өкілеттігі тоқтатылған кезден бастап тоқтайды. Мәслихат депутатының өкілеттігі мынадай жағдайларда: депутат депутаттыққа міндеттерді орындаумен сыйымсыз лауазымға сайланса немесе тағайындалса, депутатты әрекетке қабілетсіз немесе әрекет ету қабілеті шектеулі деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енсе, мәслихаттық өкілеттігі тоқтатылса, депутат өзі сайланған саяси партиядан шықса немесе шығарылса, депутат сайланған саяси партия қызметін тоқтатса,
партиялық тізім бойынша сайланған мәслихат депутаты саяси партия филиалының өкілдігінің жоғары басшы органының шешімі бойынша кері шақырып алынса, депутат қайтыс болған, депутатты хабар ошарсыз кеткен деп тану туралы сот шешімі не оны қайтыс болған деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген, ол азаматтығынан тоқтатса, қылмыс не қасақана қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін депутатқа қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енсе, тиісті әкімшілік аумақтық бөліністен тысқары жерге тұрақты тұруға кетсе, депутаттың орнынан түсу туралы жеке өтінішіне байланысты, депутат өз міндеттерін жүйелі түрде орындамаса, оның ішінде мәслихат сессиясының немесе құрамына өзі сайланған мәслихат органдарының отырыстарына дәлелді себептерсіз қатарынан 3 реттен артық қатыспаса, тексеру комиссиясының төрағасы немесе тексеру комиссиясының мүшесі қызметіне тағайындалса, мерзімінен бұрын тоқтатылады. Аумақтық сайлау комиссиясы мәслихат депутатының өкілеттіктерін тоқтатуға тиісті мәслихат депутатының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыну енгізу туралы шешім қабылдайды. Енгізілген ұсыну негізінде мәслихат сессиясына қатысып отырған депутаттардың жалпы санының көпшілік даусымен мәслихаттың депутатының өкілеттіктерін тоқтатады. Өз қызметін мемлекеттік бюджет есебінен ақы төленетін, тұрақты немесе басқа жұмыстан босатылған негізде жүзеге асыратын мәслихат депутаттарының кәсіпкерлік қызметі жүзеге асыруға педагогтік, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметті қоспағанда ақы төленетін басқа қызметпен айналысуға құқығы жоқ. 21 бап. Мәслихат депутатының өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезіндегі құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі. Депутат сайлауға және мәслихат төрағасы, тұрақты комиссияның төрағасы немесе мүшесі болып сайлануға, мәслихаттың өзге де органдарына сайлануға. Қарау үшін мәселелер ұсынуға. Алынып тасталды. Өз округінің сайлаушыларымен, сондай-ақ өзге де жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен және ұйымдармен кездесулер мен жиналыстар өткізуге. Тиісті әкімдік отырыстарының жұмысына қатысуға. Мәслихат отырыстарының стенограммалар, хаттамаларымен танысуға. Фракциялар мен депутаттық топтар түрінде депутаттық бірлестіктер құруға құқылы. Жергілікті қоғамдастық жиындары мен жиналыстарына қатысуға. Депутат мәслихаттың және өзі құрамына сайланған оның органының жұмысына қатысуға. Өз округі сайлаушыларымен тұрақты байланыс жасауға, оларға мәслихаттың жұмысы, сондай-ақ өзінің депутаттық қызметінің барысы туралы жылына кемінде 1 рет хабарлап отыруға. Сайлаушылардың өзіне келіп түскен өтініштерін қарауға, азаматтардың жеке қабылдауды ұдайы жүргізуге. Тиісті әкімшілік аумақтық бөліністе тұруға міндетті. Қоғамдық пікірді, азаматтардың қоғамдық және өзге де ұйымдардың қажеттіліктері мен сұраныстарын зерделеуге, олар туралы мәслихат пен оның органдарына хабарлауға, оларды қанағаттандыру үшін ұсыныстар енгізуге және өзге де шаралар қабылдауға. Мәслихат төрағасына не өзі мүшесі болып табылатын тұрақты комиссияның төрағасына отырысқа келе алмайтыны туралы алдын ала хабарлауға міндетті. Мәслихаттың әрбір депутатына оның құқықтарының ар-намысы мен абыройының қорғалуына кепілдік беріледі. Мәслихат депутаты депутаттық қызмет мәселелері бойынша тиісті мәслихат аумағында орналасқан меморгандарға, қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдарға кедергісіз кіруге құқылы. Меморгандардың, қоғамдық бірлестіктердің және ұйымдардың басшылары мәслихат депутаттарын кідіріссіз қабылдауға және оларға жүктелген өкілеттіктерді жүзеге асыруда қажетті жәрдем беруге міндетті. Мәслихат депутатына осы баптың 2 тармағында көзделген өз міндеттерін орындамағаны және немесе тиісінше орындамағаны, сондай-ақ мәслихат регламентінде белгіленген депутаттық әдеп қағидаларын бұзғаны үшін мынадай жазалау шаралары қолданылуы мүмкін. Мінеу, көпшілік алдында кешірім сұрауға мәжбүр ету. Жазалар тиісті аумақта таратылатын бақ, олардың қолданылуы туралы ақпарат жариялана отырып, тиісті аумақтық сайлау комиссиясының ұсынуы бойынша қатысып отырған депутаттардың жалпы санының көпшілік даусымен мәслихат сессиясында қолданылады. 21 бап. Депутаттық сауалдар. Мәслихат депутаты ресми жазбаша сауалмен әкімге, прокурорға және орталық мемлекеттік органдардың
аумақтық бөлімшелерінің жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың лауазымды адамдарына жүгінуге құқылы. Депутаттық сауалдың жауабы жазбаша түрде 1 айдан кешіктірілмейтін мерзімде берілуге тиіс. Прокурордың атына берілген сауалдар қылмыстық қудалауды жүзеге асырумен байланысты болмауға тиіс. 21-де 2 бап. Мәслихаттардағы депутаттық бірлестіктер. Мәслихат депутаттары саяси партиялардың фракциялары және өзге де қоғамдық бірлестіктер депутаттық топтар түрінде депутаттық бірлестіктер құруға құқылы. Мәслихат төрағасы депутаттық бірлестіктерге кіре алмайды. Фракция саяси партияның немесе өзге де қоғамдық бірлестіктің атынан өкілдік ететін депутаттардың ұйымдастырған тобы. Ол мәслихатта тиісті саяси партияның немесе өзге де қоғамдық бірлестіктің мүдделерін білдіру мақсатына құрылады. Фракция мәслихаттың кемінде 3 депутатын біріктіруге тиіс. Депутаттың тек бір ғана депутаттық фракцияда болуға құқығы бар. Депутаттық топ депутаттардың өз өкілеттіктерін сайлау округтеріндегі бірлескен жұмысын жүзеге асыруға арналған бірлестігі. Депутаттық топтың құрамында мәслихаттың кемінде 5 депутаты болуға тиіс. Депутаттық фракциялар мен топтарды тіркеу мәслихат сессиясында жүзеге асырылады. Келіп тіркелу тәртібімен жүргізіледі және тек ақпараттық сипатта болады. 21-де 3 бап. Мәслихат депутаттарының біліктілігін арттыру. Мәслихаттар депутаттардың тиісті жергілікті бюджет қаражаты есебінен біліктілігін арттырудан өтуге құқығы бар. Мәслихаттар депутаттарының біліктілігін арттырудан өту кезеңділігі сайланған депутат өкілеттігінің алғашқы 2 жылы ішінде 5 жылда 1 рет болады. 22 бап. Депутаттық қызметі жүзеге асыруға байланысты шығыстарды өтеу. Регламентте белгіленген тәртіппен мәслихат сессияларын тұрақты комиссияларының және өзге де органдарының отырыстарын өткізу кезеңінде депутаттық өкілеттіктерді жүзеге асыру уақытында депутат оған негізгі жұмыс орны бойынша жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен орташа жалақысын өтей отырып қызметтік міндеттерін орындаудан босатылады. 23 бап. Мәслихат өкілеттігін тоқтату негіздері. Мәслихат өкілеттігі Конституциясында белгіленген оның өкілеттік мерзімі аяқталғанда тоқтатылады. Мәслихаттың өкілеттігін мерзімнен бұрын президенті премьер-министрмен және парламенті палаталарының төрағаларымен консультациялардан кейін тоқтатады. Сондай-ақ мәслихат өзін-өзі тарату туралы шешім қабылдаған ретте де оның өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылады. 23-те 1 бап. Мәслихат депутаттарының әкімдер лауазымына тағайындауға келісім беру тәртібі. Әкімді тағайындайтын тұлға не оған уәкілеттік берілген тұлға әкім лауазымына тағайындауға келісім беру туралы ұсынысты мәслихаттың қарауына енгізеді. Әкім лауазымына тағайындауға келісім беру туралы ұсыныста өмірбаян деректері, еңбек қызметі мен наградалары туралы ақпарат және әкім лауазымына кандидат туралы өзге де ақпарат көрсетіледі. Әкім лауазымына тағайындауға келісім беру туралы ұсынысты қарау мәслихаттың кезекті немесе кезектен тыс сессиясында жүзеге асырылады. Мәслихаттың әкім лауазымына тағайындауға келісім беру туралы ұсынысты қарау жөніндегі кезектен тыс сессиясына әкім лауазымына кандидаттың қатысуы міндетті. Талқылау аяқталғаннан кейін дауысқа салу өткізіледі. Егер әкім лауазымына кандидат мәслихат депутаттарының жалпы санының көпшілік дауысын ала алмаған жағдайда, әкімді тағайындайтын тұлға не оған уәкілеттік берілген тұлға мәслихат сессиясының шешімін алған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде әкім лауазымына басқа кандидатураны тағайындауға келісім беру туралы ұсынысты мәслихаттың қарауына қайтадан жібереді. Әкімді тағайындайтын тұлға не оған уәкілеттік берілген тұлға әкім лауазымына кандидатураны қатарынан 3 реттен артық енгізе алмайды. Егер мәслихат облыс Астана әкімдері қызметіне кандидатураларын тағайындауға 3-ші рет келісім бермеген жағдайда, тиісті мәслихаттың өкілеттігін мерзімінен бұрын президенті премьер-министрімен және парламенті палаталарының төрағаларымен консультациялардан кейін тоқтатуға құқылы. Аудан әкімі лауазымдарына кандидатураларды тағайындауға 3-ші рет келісім бермеген жағдайда, облыс әкімі президентіне жазбаша хабарлайды және тиісті мәслихаттың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе қояды. 24-ші бап. Мәслихаттың әкімге сенімсіздік білдіру өкілеттігі. Мәслихат депутаттарының жалпы санының кемінде 5-тен 1-інің бастамасы бойынша әкімге сенімсіздік білдіру туралы мәселе қойылуы мүмкін.
Бұл жағдайда мәслихат өз депутаттарының көпшілік даусымен әкімге сенімсіздік білдіруге және облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың әкімдеріне қатысты тиісінше президентінің не өзге де әкімшілік аумақтық бірліктерінің әкімдеріне қатысты жоғары тұрған әкімнің алдына оны қызметінен босату жөнінде мәселе қоюға құқылы. Мыналар: аумақты дамыту жоспарларының экономикалық және әлеуметтік бағдарламаларының орындалуы, жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы әкім ұсынған есептердің мәслихаттың 2 рет бекітпеуі. Жергілікті қоғамдастық жиналысының аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімін лауазымынан босату туралы мәселеге бастамашылық жасауы мәслихаттың әкімге сенімсіздік білдіру туралы мәселені қарауына негіз болып табылады. Әкімге сенімсіздік білдіру туралы мәселеге бастамашылық ету мәслихат депутаттарының қолдарын жинау арқылы жүзеге асырылады. Қолдарды жинауды мәслихаттың бастамашы депутаттары ұйымдастырады және ол қол қою парақтарымен рәсімделеді. Қол қою парақтарын жинау мәслихаттың бастамашы депутаттары жазбаша өтініш берген күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Мәслихаттың әкімге сенімсіздік білдіру жөніндегі сессиясы мәслихаттың бастамашы депутаттары қолдарының төл нұсқалығы туралы хаттама ресімделген күннен бастап 1 ай ішінде өткізіледі. Әкімге сенімсіздік білдіру, егер бұл шешімге мәслихат депутаттарының жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, жүзеге асты деп есептеледі. Мәслихаттың әкімге сенімсіздік білдіру жөніндегі сессиясы мәслихат сессиясының шешімімен ресімделеді. Әкімге сенімсіздік білдірілген жағдайда мәслихат сессиясының шешімі президентіне не жоғары тұрған әкімге дереу жолданады. Президенті не жоғары тұрған әкім 10 жұмыс күні ішінде әкімнің өкілеттігін тоқтату туралы мәселені қарайды, не оған өз міндеттерін одан әрі жүзеге асыруды тапсырады. Мәслихат депутаттары көпшілік дауыспен 6 айдан кейін президентке немесе жоғары тұрған әкімге сенімсіздік білдіру туралы дау айтуға құқылы. Бұл жағдайда әкімді президенті не жоғары тұрған әкім қызметінен босатады. 24-1 бап. Тыңдаушылардың шешімі бойынша парламент сенаты депутаттың өкілеттігін тоқтату. Парламент сенаты депутаттың өкілеттігін тоқтатуға бастамашылық жасау туралы шешімді облыстың Астананың мәслихаты қабылдайды. Бұл туралы облыстық және Астананың сайлау комиссиясына және парламент сенатының депутатына 3 күн мерзімде хабарлайды. Тыңдаушылардың шешімі бойынша парламент сенаты депутатының өкілеттігін тоқтатуға бастамашылық жасауды облыстың республикалық маңызы бар қаланың және Астананың барлық мәслихаттарының атынан өкілдік ететін тыңдаушылардың жалпы саны даусының кемінде 25%, бірақ бір мәслихаттың тыңдаушылар даусының кемінде 25% қолдауға тиіс. Шешімді қолдап қол жинауға арналған қол қою парағының үлгісін орталық сайлау комиссиясы бекітеді. Қолдарды жинау 30 күннің ішіндегі жүзеге асырылады. Парламент сенаты депутатының өкілеттігін тоқтату туралы дауыс беруге арналған бюллетеннің мәтінін орталық сайлау комиссиясы бекітеді. Егер бірлескен отырысқа облыстың республикалық маңызы бар қаланың және Астананың барлық мәслихаттарының атынан өкілдік ететін сайланған депутаттар санының кемінде 3-тен 2-сі қатысса, бірлескен отырыс заңды деп есептеледі. Бірлескен отырыста парламент сенаты депутатының өкілеттігін тоқтату бойынша дауыс беру, егер оған қатысып отырған тыңдаушылардың жалпы санының кемінде 3-тен 2-сі қатысса, өтті деп есептеледі. Бірлескен отырыста төрағалық етуші мәслихаттың төрағасы болып табылады. Сайлау комиссиясы дауыс беру нәтижелері бойынша сайлау комиссиясының төрағасы мен мүшелері қол қоятын, тыңдаушылардың бірлескен отырысына жария етілетін, орталық сайлау комиссиясына дауыс беру күнінен бастап 2 күн мерзімнен асырмай жіберілетін парламент сенаты депутатының өкілеттігін тоқтату жөніндегі дауыстарды санау хаттамасы жасалады. Орталық сайлау комиссиясы дауыс беру қорытындысын жөніндегі дауыс беру өткізілген күннен бастап 7 күн мерзімнен кешіктірмей белгілейді. Егер осы шешімге тыңдаушылар даусының 50% астамы дауыс берсе, сенаты депутатының өкілеттігі тоқтатылды деп есептеледі. Сайлау комиссиясының шешіміне немесе іс-әрекетіне әрекетсіздігіне шешім қабылданған, немесе іс-әрекет әрекетсіз жасалған күннен бастап 10 күн ішінде жоғары тұрған сайлау комиссиясына және немесе сотқа шағым жасалуы мүмкін. Сайлау комиссиясының шешіміне немесе әрекетіне, әрекетсіздігіне шағым жасау туралы өтінішті қарау әкімшілік рәсімдік процестік кодексіне сәйкес жүргізіледі. 25 бап.
Мәслихат аппараты. Мәслихат аппараты мәслихат пен оның органдарын ұйымдастырушылық, құқықтық, материалдық, техникалық және өзге де қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Депутаттарға өздерінің өкілеттігін жүзеге асыруға көмек көрсетеді. Мәслихаттың өкілеттік мерзімінің аяқталуымен мәслихат аппараты мемқызметшілерінің қызметі тоқтатылмайды. Мәслихат аппараты жергілікті бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекеме болып табылады. 26 бап. Облыстың республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдіктері құрылуы және құрамы. Облыстық республикалық маңызы бар қалалық, астаналық әкімдік Қазақстан Республикасы атқарушы органдарының біртұтас жүйесіне кіреді. Атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттілігімен үйлестіре жүргізуді қамтамасыз етеді. Әкімдікті облыстың республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімі басқарады. Әкімдікті әкім орынбасарларынан, әкім аппаратының басшысынан, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың бірінші басшыларынан құрады. Әкімдігінің отырыстарын әзірлеу мен өткізу, сондай-ақ олардың шешім қабылдау тәртібі әкімдіктің регламентінде белгіленеді. Үлгі регламентті үкіметі бекітеді. Әкімдіктің дербес құрамы мәслихат сессиясының шешімімен келісіледі. Әкімдігінің жұмысына орталық мемлекеттік органдарының аумақтық бөлімшелерінің басшылары кеңесші дауыс құқығымен қатыса алады. Әкімдік алқалы орган. Ол заңды тұлға болып табылмайды. 27 бап. Облыс республикалық маңызы бар қала, Астана әкімдігінің құзыреті. Облыс республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдігі заңнамасына сәйкес тиісті әкімшілік аумақтық бірлік шегінде жергілікті маңызы бар міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін реттеу, іске асыру және немесе бақылау функцияларын жүзеге асырады. Облыстық бюджеттің республикалық маңызы бар қала, Астана бюджетінің жобасын тиісті мәслихатқа табыс етеді. Тиісті мәслихатқа және тексеру комиссиясына бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті табыс етеді. Облыстың республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттік комиссиясын құрады. Ол туралы ережені бекітеді және оның құрамын айқындайды. Тиісті қаржы жылының бірінші тоқсанына арналған облыстық қаржы жоспары мен республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы жоспарын бекітеді. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша іс-шараларды жүзеге асырады. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында мемлекеттік саясатты жүргізуді қамтамасыз етеді. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлейді және мақұлдайды. Облысты республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламасын мәслихаттың бекітуіне ұсынады және оның орындалуын қамтамасыз етеді. Жергілікті маңызы бар міндеттерді шешуді және тиісті аумақтағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ететін нормативтік құқықтық актілерді қабылдайды. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда тиісті аумақтың шегінде жеке және заңды тұлғалардың қызметін бақылауға, қадағалауды жүзеге асырады. Облыстық республикалық маңызы бар қалалық, астаналық коммуналдық меншікті басқарады. Оны қорғау жөніндегі шараларды жүзеге асырады. Азаматтар мен ұйымдардың Конституциясының, заңдарының, президенті мен үкімет актілерінің, орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің нормаларын орындауына жәрдемдеседі. Облыстың республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында кәсіпкерлік қызмет пен инвестициялық ахуалды дамыту үшін жағдай жасайды. Сауда саясатын жүргізуді қамтамасыз етеді. Жер қатынастарын реттеуді жүзеге асырады. Су қатынастарын реттеуді жүзеге асырады. Коммуналдық қалдықтарды бөлек жинауды жүзеге асыруды, қайта өңдеуді және кәдеге жаратуды ұйымдастырады. Республикалық немесе өңірлік маңызы бар индустриялық аймақтарды құру туралы шешім қабылдайды. Облыстың республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздіктің сақталуын қамтамасыз етуді ұйымдастырады. Қазақстан Республикасының көлік саласындағы заңнамасына сәйкес жолаушылар тасымалын ұйымдастырады. Аттракциондардың, балалардың ойын алаңдарына арналған, бұқаралық спортпен айналысуға арналған спорттық жабдықтың қауіпсіз пайдаланылуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады. Пробация қызметінің есебінде тұрған адамдар, сондай-ақ қылмыстық атқару жүйесінің мекемелерінен босатылған адамдар үшін жұмыс орындарының квоталарын белгілейді. Бюджет қаражаты есебінен тұрғын үй сертификаттарын береді.
тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. Халықтың тарихи, ұлттық және мәдени салт-дәстүрлерін өркендетуге, дене шынықтыру мен спортты дамытуға жәрдемдеседі. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес, өз құзыреті шегінде ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып электрондық қызметтер көрсетеді. Жергілікті өзін-өзі басқарудың аумақтық кеңестерін құру бойынша ұйымдастыру жұмысын жүргізеді және жергілікті өзін-өзі басқарудың аумақтық кеңестері туралы ережелерді әзірлейді. Мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындар құрады, лицензиялауды, рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асырады. Облыстың, қаланың, ауданның құрметті азаматы атағын беру ережелерінің жобасын әзірлейді және оны мәслихаттың бекітуіне ұсынады. Республикалық маңызы бар қала, Астана әкімдігі әлеуметтік көмек көрсету, оның мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын әзірлейді. Облыстың республикалық маңызы бар қаланың, Астананың әкімдігі қоғамдық кеңестің отырысында облыстық бюджеттің республикалық маңызы бар қала, Астана бюджетінің жобасын талқылауды жүргізеді. Әкімдігі облыстық республикалық маңызы бар қалалық, астаналық мәслихаттың алдында өзіне жүктелген міндеттерді іске асыру үшін жауап береді. 28 бап. Облыс республикалық маңызы бар қала, Астана әкімін қызметке тағайындау және қызметінен босату тәртібі. Облыс республикалық маңызы бар қала, Астана әкімінің мәслихатының келісуімен президенті қызметке тағайындайды. Облыс Астананың әкімін президенті қызметінен босатады. Әкімнің өкілеттігі жаңадан сайланған президенті қызметіне кіріскен кезде тоқтатылады. Бұл ретте әкім президенті тиісті әкімді тағайындағанға дейін өз міндетін атқаруды жалғастыра береді. 29 бап. Облыс республикалық маңызы бар қала, Астана әкімінің құзыреті. Облыс республикалық маңызы бар қала, Астана әкімі заңнамасына сәйкес органдармен, ұйымдармен және азаматтармен өзара қарым-қатынастарда мүддесін білдіреді. Тиісті әкімшілік аумақтық бірлік шегінде жергілікті маңызы бар міндеттерді шешуді қамтамасыз ету, реттеу, іске асыру және немесе бақылау функцияларын жүзеге асырады. Атқарушылық биліктің мемлекеттік саясатын тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктермен үйлесімдікте жүргізуді қамтамасыз етеді. Орталық атқарушы органдар басшыларына орталық мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесінің заңдарды, президенті мен үкіметінің актілерін, облыс әкімі мен әкімдігінің актілерін, олардың орындауға қатысты бөлігіндегі қызметі туралы ұсыныс енгізуге құқылы. Жоспарлы кезеңде бюджет қаражаты шегінде қол жеткізуді, орындауды қамтамасыз етуге міндеттенетін негізгі нысаналы индикаторлар қамтылатын меморандумға қол қояды. Тиісті адамдарды мемнаградалармен марапаттау, оларға құрметті және өзге де атақтар беру туралы президентіне ұсыныс енгізеді. Тиісті мәслихатқа облыстың, қаланың құрметті азаматы атағын беруге ұсыныс енгізеді. Мына лауазымды адамдарды жоғары тұрған уәкілетті меморгандармен келісім бойынша облыс республикалық маңызы бар қала, Астана әкімінің орынбасарларын, бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы органдар басшыларын лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады. Бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар басшыларына, сондай-ақ аудандар әкімдеріне тәртіптік жауапкершілік шараларын қолдану мәселелерін шешеді. Аудандық әкімдіктер мен әкімдіктер жұмысын үйлестіреді. Аудандардың әкімдері арқылы жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен өзара іс-қимыл жасайды. Қорғаныс және қарулы күштер туралы әскери міндеттілік және әскери қызмет жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру мәселелері жөніндегі сондай-ақ азаматтық қорғау саласындағы заңнамасының орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді. Төмен тұрған әкімдердің қызметін бақылауды жүзеге асырады. Әкімі тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің аумағында полиция органдарының жедел іздестіру және процестік қызметіне араласпай, олардың алдына құқық бұзушылықтар профилактикасы, қоғамдық тәртіпті сақтау және жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер қояды. Жылына кемінде бір рет полиция департаменті басшысының тиісті есептерін тыңдайды. Әкімі өзінің жекелеген өкілеттігін жүзеге асыруды төменгі тұрған әкімдерге беруге құқылы. Әкімі өз құзыретіндегі мәселелер бойынша президенті мен үкімет алдында жауап береді. 29-да 1 бап. Облыс республикалық маңызы бар қала, Астана әкімі аппараты басшысының құзыреті. Облыс республикалық маңызы бар қала, Астана әкімі аппаратының басшысы аппаратқа жүктелген мақсаттарды іске асыруды ұйымдастырады. Аппараттың құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды. Аппараттың құрылымы мен
штат кестесін, оның құрылымдық бөлімшелері туралы ережені бекітеді. Аппараттағы Б корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерін лауазымдарға тағайындайды және босатады. Аппараттың тәртіптік және конкурстық комиссияларының қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Қызметтік тәртіптің сақталуын бақылауды жүзеге асырады. Іс-сапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету мәселелерін шешеді. Аппараттың қызметшілерінің тәртіптік жауаптылығы мәселелерін шешеді. Жергілікті атқарушы және өкілді органдары қабылдаған шешімдердің орындалу барысын бақылайды. 30 бап. Аудандық, облыстық маңызы бар қалалық әкімдіктер құрылуы және құрамы. Аудандық әкімдік атқарушы органдарының біртұтас жүйесіне кіреді. Атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттілігімен үйлестіре жүргізуді қамтамасыз етеді. Аудандық әкімдікті ауданның әкімі басқарады. Әкімдіктің дербес құрамы аудандық мәслихат сессиясының шешімімен келісіледі. Аудан әкімдігінің жұмысына орталық меморгандардың аумақтық бөлімшелерінің басшылары кеңесші дауыс құқығымен қатыса алады. Аудандық әкімдік алқалы орган, ол заңды тұлға болып табылмайды. 31 бап. Аудандық облыстық маңызы бар қалалық әкімдіктің құзыреті. Аудан бюджетінің атқарылуын қамтамасыз етеді. Аудан бюджетінің атқарылуы туралы жылдық есепті тиісті мәслихатқа және облыстың тексеру комиссиясына табыс етеді. Ауданның тиісті қаржы жылына арналған бюджеті туралы аудан мәслихатының шешімін іске асыру туралы қаулы қабылдайды. Ауданның бюджеті комиссиясын құрады. Ол туралы ережені бекітеді және оның құрамын айқындайды. Ауданның тиісті қаржы жылының 1-тоқсанына арналған облыстық қаржы жоспарын бекітеді. Ауданды дамыту бағдарламасын әзірлейді және мәслихаттың бекітуіне ұсынады, оның орындалуын қамтамасыз етеді. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы іс-шараларды жүзеге асырады. Коммуналдық меншікті басқарады, оны қорғау жөніндегі шараларды жүзеге асырады. Азаматтар мен ұйымдардың Конституциясының, заңдарының, президенті мен үкімет актілерінің орталық және жергілікті меморгандардың нормативтік құқықтық актілерінің нормаларын орындауына жәрдемдеседі. Ауданның аумағында кәсіпкерлік қызмет пен инвестициялық ахуалды дамыту үшін жағдай жасайды. Жер қатынастарын реттеуді жүзеге асырады. Аудандық маңызы бар жолдарды салуды, пайдалануды және күтіп ұстауды ұйымдастырады. Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз етеді. Тұрғын үйлерді коммуналдық тұрғын үй қорынан азаматтардың меншігіне беруді жүзеге асырады. Халықты әлеуметтік қорғау, ана мен баланы қорғау мәселелерін шешеді. Халықтың әлеуметтік жағынан дәрменсіз топтарына атаулы көмек көрсетеді. Оларға қайырымдылық көмек көрсетуді үйлестіреді және ауылдық денсаулық сақтау ұйымдарын кадрлармен қамтамасыз етуге жәрдемдеседі. Бюджет қаражаты есебінен тұрғын сертификаттарын береді. Қоғамдық орындарды абаттандыру және сыртқы безендіру мәселелерін шешеді. Өз құзыреті шегінде ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, электрондық қызметтер көрсетеді. Жергілікті өзін-өзі басқарудың аумақтық кеңестерін құру үшін ұйымдастыру жұмысын жүргізеді және жергілікті өзін-өзі басқарудың аумақтық кеңестері туралы ережелерді әзірлейді. Мемлекеттік мекемелерді және кәсіпорындарды құрады. Аудандық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың штат санының лимитін белгілейді. Лицензиялауды жүзеге асырады. Терроризмге қарсы комиссиялар арқылы ауданның облыстық маңызы бар қаланың аумағында терроризм профилактикасы, сондай-ақ терроризм салдарларын барынша азайту және немесе жою жөніндегі қызметті ұйымдастырады. Аттракциондардың, балалардың ойын алаңдарына арналған, бұқаралық спортпен айналысуға арналған спорттық жабдықтың қауіпсіз пайдаланылуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады. Ауданның әкімдігі құрылатын қоғамдық кеңестің отырысында аудан бюджетінің жобасын талқылауды жүргізеді. Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың әкімдігі жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде өзіне республикасының заңнамасымен жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады. Аудандық әкімдік өзіне жүктелген міндеттерді іске асыруда аудандық мәслихат алдында жауап береді. 32 бап. Облыстық маңызы бар қала және облыс ауданы. Облыстық маңызы бар қаладағы аудан, республикалық маңызы бар қаладағы аудан және Астана ауданы әкімін қызметке тағайындау, қызметтен босату және оның өкілеттігін тоқтату тәртібі.
облыстық маңызы бар қала және облыс ауданы әкімін тиісінше мәслихатының келісімімен облыс әкімі қызметке тағайындайды. Облыс әкімі оның өкілеттігін тоқтатады және қызметтен босатады. Облыстық маңызы бар қаладағы аудан әкімін мәслихатының келісімімен облыстық маңызы бар қала әкімі қызметке тағайындайды. Облыстық маңызы бар қала әкімі оның өкілеттігін тоқтатады және қызметтен босатады. Республикалық маңызы бар қаладағы аудан және Астана ауданы әкімін мәслихатының келісімімен республикалық маңызы бар қала және Астана әкімі қызметке тағайындайды. Республикалық маңызы бар қала және Астана әкімі оның өкілеттігін тоқтатады және қызметтен босатады. Облыстық маңызы бар қала және облыс ауданы, облыстық маңызы бар қаладағы аудан, республикалық маңызы бар қаладағы аудан және Астана ауданы әкімін президенті өзінің ұйғаруы бойынша қызметтен босатуы мүмкін. 32 бап. Аудан, облыстық маңызы бар қала әкімін лауазымға сайлау, қызметінен босату және оның өкілеттігін тоқтату тәртібі. Аудан, облыстық маңызы бар қала әкімі сайлау туралы конституциялық заңына сәйкес лауазымға сайланады. Бір адам аудан, облыстық маңызы бар қала әкімі болып қатарынан 2 реттен артық сайлана алмайды. Сайланған аудан, облыстық маңызы бар қала әкімнің өкілеттігі оны тиісті аумақтық сайлау комиссиясы тіркеген кезден басталады. Сайланған аудан, облыстық маңызы бар қала әкімнің өкілеттігі өкілеттік мерзімі өткен соң, сондай-ақ әкім қайтыс болған, әкімді әрекетке қабілетсіз, әрекет қабілеті шектеулі, хабарсыз кетті деп тану туралы сот шешімі не оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген. Өзін ұсынған саяси партия қайта ұйымдастырылған және таратылған жағдайларды қоспағанда саяси партияға мүшелігі тоқтатылған. Жоғары тұрған әкім аудан, облыстық маңызы бар қала мәслихаты депутаттарының әкімге қатысты білдірген сенімсіздік вотумын қабылдаған, азаматтығы тоқтатылған. Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы жаңадан сайланған әкімді тіркеген жағдайларда тоқтатылады. Сайланған әкімнің өз өкілеттігі кезеңінде зейнеткерлік жасқа толуы оның өкілеттігін тоқтатуға негіз болып табылмайды. 32-де 1 бап. Аудан, облыстық маңызы бар қала әкімін лауазымға тағайындау, лауазымнан босату және оның өкілеттігін тоқтату тәртібі. Аудан, облыстық маңызы бар қала әкімін мәслихатының келісімімен облыс әкімі лауазымға тағайындайды. Облыс әкімі оның өкілеттігін тоқтатады және лауазымынан босатады. 32-де 2 бап. Облыстық маңызы бар қаладағы аудан, республикалық маңызы бар қаладағы және Астанадағы аудан әкімін лауазымға тағайындау, лауазымынан босату және оның өкілеттігін тоқтату тәртібі. Облыстық, республикалық маңызы бар қаладағы және Астанадағы маңызы бар қаладағы аудан әкімін мәслихатының келісімімен лауазымға тағайындайды. Облыстық, республикалық маңызы бар қала және Астана әкімі оның өкілеттігін тоқтатады және лауазымынан босатады. 33 бап. Аудан, облыстық маңызы бар қала әкімінің құзыреті. Аудан әкімі заңнамасына сәйкес меморгандармен, ұйымдармен және азаматтармен өзара қарым-қатынастарда тиісті әкімшілік аумақтық бөліністің мүдделерін білдіреді. Облыс әкіміне орталық меморганның аумақтық бөлімшесінің конституциясын, заңдарын, олардың орындауға қатысты бөлігіндегі қызметі туралы ұсыныс енгізуге құқылы. Тиісті адамдарды мемнаградалармен марапаттау, оларға құрметі және өзге де атақтар беру туралы облыс әкіміне ұсыныс енгізеді. Аудандық мәслихатқа ауданның құрметті азаматы атағын беруге ұсыныс енгізеді. Мыналарды: шекті санын Қазақстан Республикасы үкіметі айқындайтын аудан әкімінің орынбасарларын, аудандардың білім беруді басқару органдарының бірінші басшыларын қоспағанда әкім аппаратының қызметкерлерін, сондай-ақ аудандық, облыстық маңызы бар қала бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың басшыларын қызметке тағайындайды және қызметінен босатады. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөнінде шаралар қабылдайды. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен өзара іс-қимыл жасайды. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинауға жәрдемдеседі. Өз құзыреті шегінде және әскери қызмет, жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру мәселелері жөніндегі азаматтық қорғау саласындағы заңнамасының орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді. Өздерінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша, оның ішінде жергілікті өзін-өзі басқарудың қалыптасуы мен дамуы үшін құқықтық ұйымдастырушылық жағдайлар жасау жөнінде төмен тұрған әкімдердің жұмысын үйлестіреді.
төмен тұрған әкімдердің қызметіне бақылауды жүзеге асырады. Ауданның әкімі аумақтық полиция органының жедел іздестіру және процестік қызметіне араласпай, олардың алдына құқық бұзушылықтар профилактикасы, қоғамдық тәртіпті сақтау және жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде міндеттер қояды. Жылына кемінде бір рет аумақтық полиция органы басшысының тиісті есептерін тыңдайды. Аудан әкімі президенті, үкіметі және облыс әкімі алдында жауап береді. 34-ші бап. Республикалық маңызы бар қаладағы, Астанадағы аудандық маңызы бар қалалық, кенттік, ауылдық округтік әкімдіктер. Республикалық маңызы бар қаладағы, Астанадағы аудандық маңызы бар қалалық, кенттік, ауылдық округтік әкімдіктер құрылмайды. 35-ші бап. Қаладағы аудандық маңызы бар қала, кент, ауылдық округ әкімінің құзыреті. Қаладағы аудандық маңызы бар қала, кент, ауылдық округ әкімі. Тиісті әкімшілік аумақтық бөлініс аумағында тиісті аудандық қалалық әкімдіктің лауазымды адамы болып табылады және мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және азаматтармен өзара қарым-қатынастарда оның атынан сенімхатсыз өкілдік етеді. Азаматтардың өтініштерін, арыздарын, шағымдарын қарайды. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөнінде шаралар қолданады. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинауға жәрдемдеседі. Жер қатынастарын реттеуді жүзеге асырады. Коммуналдық тұрғын үй қорының сақталуын, сондай-ақ аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының салынуын, қайта жаңартылуын, жөнделуін және күтіп ұсталуын қамтамасыз етеді. Шаруа немесе фермер қожалықтарын ұйымдастыруға, кәсіпкерлік қызметті дамытуға жәрдемдеседі. Әскери міндеттілік және әскери қызмет жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру мәселелері жөніндегі, сондай-ақ азаматтық қорғау саласындағы заңнамасының орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді. Азаматтық хал актілерін тіркеуді жүзеге асыратын органдар жоқ жерлерде нотариаттық іс-әрекеттер жасауды ұйымдастырады. Азаматтардың азаматтық хал актілерін тіркеу үшін құжаттарды қабылдайды. Жұмыспен қамту органдары жоқ жерлердегі кенттің, ауылдық округтің әкімі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жұмыссыздарды белгілеп отырады. Тарихи және мәдени мұраны сақтау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. Мүгедектерге көмек көрсетуді ұйымдастырады. Қоғамдық жұмыстарды, жастар практикасын және әлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастырады. Мүгедектерге қайырымдылық және әлеуметтік көмек көрсетуді үйлестіреді. Қоғамдық көлік қозғалысын ұйымдастырады. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен өзара іс-қимыл жасайды. Жергілікті бюджетті бекіту, нақтылау кезінде мәслихаты сессияларының жұмысына қатысады. Мәдениет мекемелерінің қызметін қамтамасыз етеді. Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастырады және су пайдалану мәселелерін реттейді. Елді мекендерді абаттандыру, жарықтандыру, көгалдандыру және санитарлық тазарту жөніндегі жұмыстарды ұйымдастырады. Кент, ауылдық округ әкімінің құзыретіне аудан орталығымен көлік қатынасын ұйымдастыру жөніндегі ұсыныстарды аудандық атқарушы органға енгізу жатады. Әкімдері заңнамасына сәйкес басқаруына берілген аудандық коммуналдық мүлікті жеке тұлғаларға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз мүліктік жалға жалдауға береді. Берілген коммуналдық мүліктің сақталуын қамтамасыз етеді. Берілген аудандық коммуналдық заңды тұлғаларды басқаруды жүзеге асырады. Жергілікті атқарушы органның шешімімен бекітілетін басқаруына берілген аудандық коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынның жылдық қаржылық есептілігін келіседі. Басқаруына берілген коммуналдық қазыналық кәсіпорындар өндіретін және өткізетін тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағаларын белгілейді. Аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдық округтің тұрғын үй қорын түгендеуді жүргізеді. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бағдарламалық құжаттары аясында ауыл халқына микрокредит беруге жәрдем көрсетеді. Әкімдері мемлекеттік статистика саласындағы заңнамасына сәйкес шаруашылық бойынша есепке алуды жүргізеді. Тіркеу жазбаларын жүргізуді ұйымдастырады. Шаруашылық бойынша есепке алу деректерінің анықтығын қамтамасыз етеді. Әкімі өзінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша өзіне жүктелген міндеттердің іске асырылуы үшін жоғары тұрған әкімнің аудандық республикалық маңызы бар қала, Астана мәслихатының алдында жауап береді.
36 бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімін лауазымға сайлаудың, оның өкілеттіктерін тоқтатудың тәртібі. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі сайлау туралы конституциялық заңына сәйкес лауазымға сайланады. Сол бір адам сол бір аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі болып қатарынан 2 реттен артық сайлана алмайды. Сайланған аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттіктері оны ауданның аумақтық сайлау комиссиясы тіркеген кезден басталады. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттіктері. Әкім қайтыс болған, әкімді әрекетке қабілетсіз, әрекет қабілеті шектеулі, хабарсыз кеткен деп тану туралы сот шешімі не оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген. Өзін ұсынған саяси партияны қайта ұйымдастыру және тарату жағдайларын қоспағанда саяси партияға мүшелігі тоқтатылған. Жоғары тұрған әкім аудан, облыстық маңызы бар қала мәслихаты депутаттарының әкімге қатысты білдірген сенімсіздік вотумын қабылдаған. Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған. Ауданның облыстық маңызы бар қаланың аумақтық сайлау комиссиясы жаңадан сайланған әкімді тіркеген жағдайларда тоқтатылады. Сайланған әкімнің өз өкілеттігі кезеңінде зейнеткерлік жасқа толуы оның өкілеттігін тоқтатуға негіз болып табылмайды. 36-да 2 бап. Сайланатын әкімдердің кандидаттарына қойылатын талаптар. Әкімді тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің халқы жалпыға бірдей тең төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы 25 жасқа толған азаматтары қатарынан 4 жыл мерзімге лауазымға сайлайды. 37 бап. Әкімдіктің әкімнің актілері. Әкімдік конституциясы өзге де нормативтік құқықтық актілер негізінде және оларды орындау орайында қаулылар шығарады. Әкімдік қаулысына әкім қол қояды. Әкім нормативтік құқықтың сипаттағы шешімдер және әкімшілік басқарушылық жедел және дербес сипаттағы мәселелер бойынша өкімдер шығарады. Әкімдіктің және немесе әкімнің өз құзыреті шегінде қабылдаған актілерінің тиісті әкімшілік аумақтық бөліністің бүкіл аумағында міндетті күші болады. Әкімдік және немесе әкім актілерінің қолданылуын тиісті прокурордың тоқтата тұруы мүмкін. Әкімдіктің және әкімнің азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты актілері міндетті ресми жариялауға жатады. Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты актілерді әкімдіктің әкімнің қабылдауы құқықтық актілер туралы заңында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып жүзеге асырылады. Үкіметі жоғары тұрған әкімдік және әкімдіктің және әкімнің өзі, сондай-ақ соттың шешімі әкімдік және әкім актілері қолданылуын жоюы не толық немесе ішінара тоқтата тұруы мүмкін. 38 бап. Облыс республикалық маңызы бар қала, Астана, аудан, облыстық маңызы бар қала, қаладағы аудан әкімінің аппараты. Әкімнің қызметін ақпараттық талдау тұрғысынан ұйымдық құқықтық және материалдық техникалық жағынан қамтамасыз етуді әкім аппараты жүзеге асырады. Әкімнің аппаратын әкімдігі құрады, таратады және ұйымдастырады. Әкім аппаратының басшысын президенті айқындайтын уәкілетті лауазымды адам қызметке тағайындайды және босатады. Облыс республикалық маңызы бар қала, Астана әкімі аппаратының құрылымын қоспағанда, әкім аппараты туралы ережені, оның құрылымын тиісті әкімдік бекітеді. Әкім аппараты жергілікті бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекеме болып табылады. Республикалық маңызы бар қалалардағы, Астанадағы аудан әкімінің аппараты шаруашылық бойынша есепке алуды жүзеге асырады. Шұғыл жағдайларда ауыр науқас адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастырады. Елді мекендердің санитариясын, жерлеу орындарын күтіп ұстауды және туған-туысы жоқтарды жерлеуді қамтамасыз етеді. Елді мекендерді абаттандыруды және көгалдандыруды қамтамасыз етеді. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруды ұйымдастырады. Тұрғын үй көмегі жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. Автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеуді жүзеге асырады. Тұрғын үй қорын түгендеу жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. Шығармашылық үйірмелер мен спорт секцияларын жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыруды іске асыруды жүзеге асырады.
38-де бірінші бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты. Әкімінің қызметін ақпараттық, талдамалық, ұйымдастырушылық, құқықтық және материалдық техникалық қамтамасыз етуді, сондай-ақ әкімінің аппараты жүзеге асырады. Әкімінің аппараты жергілікті атқарушы органның бюджетін жоспарлау және атқару, сондай-ақ коммуналдық меншігін басқару салаларындағы функцияларын жүзеге асырады. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратын аудан әкімдігі құрады, таратады және қайта ұйымдастырады. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының басшысы болып табылады. Әкім аппараты жергілікті бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекеме болып табылады. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты. Бюджетін жоспарлауды және атқаруды қамтамасыз етеді. Жергілікті қоғамдастықтың жиналысына және аудан мәслихатына бюджетінің атқарылуы туралы есепті ұсынады. Бюджетін іске асыру туралы шешімді қабылдайды. Жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламасын әзірлейді және оны жергілікті қоғамдастық жиналысының бекітуіне ұсынады. Коммуналдық мүлкіне жататын объектілерді салу, реконструкциялау және жөндеу бойынша тапсырыс беруші болады. Әкім аппараты ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде құрылады. Әкім аппараты халқының саны кемінде 500 адам болатын ауылдарда, ауылдық округтерде құрылады. 39-шы бап. Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын атқарушы органдар. Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын атқарушы органдарды тиісті мәслихат бекіткен әкімшілік аумақтық бірлікті басқару схемасы шеңберінде облыс республикалық маңызы бар қала, Астана аудан әкімдігі құрады, таратады және қайта ұйымдастырады. 39-да бірінші бап. Азаматтардың жергілікті өзін-өзі басқаруға қатысуының негіздері. Азаматтың жергілікті қоғамдастық мүшесі деп тануға жергілікті өзін-өзі басқару жүзеге асырылатын әкімшілік аумақтық бөлініс шекарасының аумағындағы тұрғылықты жері бойынша оны тіркеу фактісі негіз болып табылады. Азаматтарының жергілікті қоғамдастық мүшелігіне кіруінің осы бапта көзделген негіздерден басқа қандай да бір өзге де шарттарының белгілеуіне жол берілмейді. Жергілікті қоғамдастық аумағында тұрақты тұратын жері бар шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың заңдарында және ратификациялаған халықаралық шарттарда белгіленген шектерде жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыруға қатысуға құқығы бар. 39-да екінші бап. Жергілікті қоғамдастық мүшелерінің құқықтары мен міндеттері. Жергілікті қоғамдастық мүшелерінің тікелей сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқарудың сайланбалы органдары арқылы жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыруға, сайланбалы жергілікті өзін-өзі басқару органдарын сайлауға және оларға сайлануға, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына жеке жүгінуге, сондай-ақ жеке және ұжымдық өтініштер жолдауға, заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жергілікті қоғамдастық мүшесінің жергілікті өзін-өзі басқаруға қатысу құқықтарын шектеуге жол берілмейді және сот тәртібімен шағым жасалуы мүмкін. Жергілікті қоғамдастық мүшелері Конституциясын және заңнамасын сақтауға, Қазақстан халқының бірлігін, елдегі ұлтаралық және конфессияаралық келісімді нығайтуға ықпал етуге, мемлекеттік тілге және басқа тілдерге, Қазақстан халқының салттары мен дәстүрлеріне құрметпен қарауға және олардың дамуына ықпал етуге міндетті. 39-да үшінші бап. Жергілікті қоғамдастық жиындары мен жергілікті қоғамдастық жиналыстары. Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу үшін аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің аумағында жергілікті қоғамдастық жиыны мен жергілікті қоғамдастық жиналысы өткізіледі. Жергілікті қоғамдастық жиыны мен жергілікті қоғамдастық жиналысына кәмелетке толмаған адамдардың, сот әрекетке қабілетсіз деп таныған адамдардың, сондай-ақ сот үкімімен бас бостандығынан айыру орындарындағы адамдардың қатысуға құқығы жоқ. Қажетіне қарай жергілікті қоғамдастық жиыны жергілікті мәні бар аса маңызды мәселелер, жергілікті қоғамдастықтың басым міндеттерін және оларды іске асыру мерзімдерін айқындау. 4 жыл мерзімге жергілікті қоғамдастық жиналысының 25 адамға дейінгі мөлшердегі құрамын айқындау. Мәслихаттарына, әкімдеріне, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына жергілікті маңызы бар мәселелер жөнінде ұсыныстар енгізу. Әкімдердің жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын жүзеге асыру мәселелері бойынша олардың есептерін тыңдау,
және талқылау. Аудан облыстық маңызы бар қала мәслихатының атқарған жұмысы, оның тұрақты комиссияларының қызметі туралы мәслихаттың есептерін тыңдау және талқылау. Басқа мәселелер. Жергілікті қоғамдастық жиналысы, жергілікті маңызы бар ағымдағы мәселелер. Бағдарламалық құжаттардың жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламаларының жобаларын талқылау және қарау. Бюджетінің жобасын және бюджеттің атқарылуы туралы есепті келісу. Әкімі аппаратының коммуналдық меншігін басқару жөніндегі шешімдерін келісу. Коммуналдық мүлкін иеліктен шығаруды келісу. Жергілікті қоғамдастықтың өзекті мәселелерін, азаматтардың құқықтары, бостандықтары мен міндеттеріне бостандықтарын қозғайтын нормативтік құқықтық актілердің жобаларын талқылау. Қазақстан Республикасы сайлау туралы заңға сәйкес одан әрі ұсыну үшін аудан әкімінің аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімі лауазымына ұсынған кандидатураларын келісу. Әкімін лауазымынан босату туралы мәселеге бастамашылық жасау. Жергілікті қоғамдастық жиналысын құру мен оның қызметінің тәртібі аудан мәслихаты бекітетін жергілікті қоғамдастық жиналысының регламентінде айқындалады. Жергілікті қоғамдастық жиналысының үлгі регламентін жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бекітеді. Мониторинг бюджетінің бекітілген көрсеткіштерінің атқарылуы туралы ақпаратты жинау, жүйелеу, талдау және жинақтап қорыту мақсатында жүргізіледі. Жергілікті қоғамдастық жиынын әкімдердің өздері шақыруы мүмкін, не осы аумақта тұратын және оған қатысуға құқығы бар әрі өтінішке қол қойған жергілікті қоғамдастық мүшелерінің кемінде 10%-ның бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін. Жергілікті қоғамдастық жиынның бастамашылар тиісті аудан әкіміне жергілікті қоғамдастық жиынын өткізу туралы өтініш жасауға міндетті. Тиісті аудан әкімінің оң шешімі алынғаннан кейін жергілікті қоғамдастық жиынын өткізуге жол беріледі. Ауыл, шағын аудан, көше, көп пәтерлі тұрғын үй тұрғындары жергілікті қоғамдастығының бөлек жиындарын өткізуге жол беріледі. Ауыл, шағын аудан, көше, көп пәтерлі тұрғын үй қоғамдастығының бөлек жиындарында жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін саны 3 адамнан аспайтын өкілдер сайланады. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиындарын өткізудің үлгілік тәртібін Қазақстан Республикасы үкіметі бекітеді. Жергілікті қоғамдастық жиыны оған осы аумақта тұратын және қатысуға құқығы бар жергілікті қоғамдастық мүшелерінің кемінде 10% қатысқан кезде өтті деп есептеледі. Жергілікті қоғамдастық жиналысы оған жергілікті қоғамдастық жиыны жіберген мүшелердің кемінде жартысы қатысқан кезде өтті деп есептеледі. Жергілікті қоғамдастық жиынын немесе жергілікті қоғамдастық жиналысын әкімдері немесе олар уәкілеттік берген тұлға ашады. Жергілікті қоғамдастық жиынның немесе жергілікті қоғамдастық жиналысын жүргізу үшін ашық дауыс беру арқылы жергілікті қоғамдастық жиынның немесе жергілікті қоғамдастық жиналысының төрағасы мен хатшысы сайланады. Күн тәртібін жергілікті қоғамдастық жиыны немесе жергілікті қоғамдастық жиналысы бекітеді. Хаттама жүргізіледі. Жергілікті қоғамдастық жиынның немесе жергілікті қоғамдастық жиналысының шешімі, егер оған жергілікті қоғамдастық жиынына немесе жергілікті қоғамдастық жиналысына қатысушылардың жартысынан астамы дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. Жергілікті қоғамдастық жиынында немесе жергілікті қоғамдастық жиналысында қабылданған шешімдер әкімдерінің міндетті түрде қарауына жатады. Жергілікті қоғамдастық жиынында немесе жергілікті қоғамдастық жиналысында қабылданған шешімдер бақ арқылы немесе өзге де тәсілдермен таратылады. Қажет болған жағдайда жергілікті қоғамдастық жиынның немесе жергілікті қоғамдастық жиналысының қорытындылары бойынша әкімдері шешім қабылдайды. 39-да 4-ші бап. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының міндеттері. Жергілікті өзін-өзі басқару органдары өз қызметін жүзеге асыру кезінде Конституциясын және заңнамасын сақтауға, жалпы мемлекеттік ішкі және сыртқы саясатқа, оның ішінде қаржылық және инвестициялық саясатқа сай келмейтін шешімдердің қабылдануына жол бермеуге, бірыңғай еңбек нарығын капиталды қалыптастыруға, тауарлар мен қызметтерді еркін алмасуға, бірыңғай мәдени және ақпараттық кеңістігінің қалыптасуы мен дамуына кедергі келтіретін шешімдердің қабылдануына жол бермеуге, ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде мүдделерін сақтауға, жергілікті қоғамдастық мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын қамтамасыз етуге, өз қызметін жүзеге асыру кезінде жариялылық пен ашықтық, қоғамдық пікірді ескеру принциптерін ұстануға,
жергілікті қоғамдастық мүшелерінің жергілікті өзін-өзі басқару органдарының отырыстарына еркін қатысу мүмкіндігін қамтамасыз етуге, жергілікті қоғамдастық мүшелерінің жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге қатысуын қамтамасыз етуге міндетті. 39-да 5-ші бап меморгандардың жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен өзара қарым-қатынасы. Мемлекеттік органдар жергілікті өзін-өзі басқаруды қалыптастыру және дамыту үшін қажетті құқықтық ұйымдастырушылық және өзге де жағдайлар жасайды. Халықтың жергілікті өзін-өзі басқару құқығын жүзеге асыруына жәрдемдеседі. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының дербестігіне кепілдік береді. 39-да 6-шы бап жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жауаптылығы. Жергілікті өзін-өзі басқару органдары тиісті әкімшілік аумақтық бірлік халқының алдында жауапты болады. 39-да 7-ші бап жергілікті өзін-өзі басқарудың аумақтық кеңестері. Аумақтық жергілікті өзін-өзі басқару кеңестерін республикалық маңызы бар қала, Астана облыстық маңызы бар қала мәслихатының шешімі негізінде тиісті әкімдік қалалық мәслихат депутаттарын сайлау жөніндегі тиісті сайлау округінің шегінде қала әкімі ұсынған құрамда құрады. Жергілікті өзін-өзі басқарудың аумақтық кеңестері туралы үлгілі ережені жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бекітеді.